Бүгінгі таңда осы мектеп бізде 90%-ға дайын. Енді ішкі және сыртқы бір 10% жұмыс аяқталып жатыр. Ішкі жәнегі әрлендіру жұмыстар, тазалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жиһаздарды кабинеттерге қойып жатырмыз. Ең қызу жұмыс осы далада болып жатыр, стадионда. Бұл жерде полностью резиновый покрытие. Бұл жерде айта кететін болсақ, баскетбольный поле, футбольный поле, тағы да кішкентай бастауыш сыныптарға ойнайтын алаңдар. Қазіргі таңда міне тұрған жерімізге асфальт салуға дайын. Міне ертең бұл жерде асфальт болады. Бастауыш сыныптарға ойнайтын алаңдарда ол жерде бетон болады. Содан кейін мысалы міне тартанның несі келіп тұр, материалы тартан, мафы бәрі осында. Бетон құйғаннан кейін уже бәрін орналастырып, құйып дайындаймыз.